Осыдан 20 жыл бұрын ғана Қазақстан дейтін ұл туылыпты. Бүкіл түркі дүниесі сүйіншілеп жер жаһанның апшысын қуырыпты. Жер түгілі айғада ақсарбас деп қос қазақ Байқоңырға жүгіріпті. Ем байлықтың иесі туылды деп орыс біткен өмірден түңіліпті. Баланың үлкендігі соншалықты әлемдегі 9-дың бірі мықты. Жөргегі қара желден, жас қара жерден жасалыпты, көйлегі көк аспаннан тігіліпті. Қырқынан шығарғанда сол баланы айдын шалқар аралдың суы бітті. Атамнан қалған бұл да әдіс қой деп қалған жері тұзбенен жуылыпты. Алтай мен Атыраудың екі арасын бесік қып бел арқаға буылыпты. Бесігінде бұлқынған сол баланың батырлығы сол кезақ білініпті. Бас жағы құбылаға қараған соң арт жағы шығыс жаққа бұрылыпты. Жасылдың тепкісіне шыдай алмай атымның көзі мәңгі жұмылыпты. 6 жасқа келгенде атқа мініп отауы Ақмоладан құрылыпты. 19-да одаққа бастық болып жарты әлем жәргейіне жығылыпты. Бастылардың барлығы иіліпті, тізелінің барлығы бүгіліпті. Сол жігіт 20-ға келді биыл, ұлт біткенге танытып ұлылықты. Жап жас болып 130 баласы бар, мықты емес деп көріңдер бұл жігітті. Асық жілік ұстатып асыраған балалары бауырына бірігіпті. Дүркіреп жалғыз өзі көтеріп тұр, түркілер тастап кеткен ірілікті. Әгигәгім, әгигәгім, Астанам сенсің мақтан ететінім, жамалыңда айталар ма жететілім. Орысты ұлы халық деп жүргендер өз ойларын етеді өте шығын. Орыстың ұлылығы қайда қапты, жерімнің түсінбесе жете сырын. Сарыарқаны көргенде сары орыстар ескертіпті егістік ететінін. Бұл жерде одан басқа пайда жоқ деп тың игеріп тесіпті екетігін. Хрущев бір үшшеп өсірем деп шамасын көрсетіпті жетесінің. Брежнев картоппен жүгері жеп дақылдың септіріпті неше түрін. Горбачев та кезінде гәп қылыпты бұл жерге бидай ексе жететінін. Орашолақ орыстар ойламаптау қазақтың астанасы көшетінін. Мұжықтар қайдан білсін мейдалаға бидай тұрмақ бәйтерек өсетінін. Селинград дейтұғын шағын қала Ленинградтан сұлу боп кететінін. Әгигәгім, әгигәгім.